Ассалаумалейкум достар. Бұл видеода біреудің IP адресін қарапайым тәсілмен анықтауға болатынын көрсететін боламын. Құралды пайдалана отырып, сол адам жайлы көбірек мәлімет алатын боламыз. Қай жерде, қай қалада тұрады, қандай құрылғымен интернетке кіріп жатыр, және тағы басқа сол секілді тың ақпараттарды білеміз. Обзорды бастамас бұрын әркімнің өз мақсаты көздегені болады ғой, иә? Біреудің IP адресін білу, анықтауға тырысу жалпы жеке бастың құқығы болып табылады. Бұл видеоны мен тек таныстыру мақсатында, орысша айтқанда ознакомительный цель бойынша түсіріп жатырмын. Ондай видеоларға YouTube тарапынан бан беру ықтимал. Ал олай болса, бұзықшылық жасамайтын болсақ, кеттік. IP адресті анықтаудың негізі бірнеше тәсілі бар. Бүгін ең қарапайым көрсетеміз. Мұндай мақсатта біз Grabify IP Logger сервисі қажет. Алгоритм жалпы мынандай. Сіз бір адамның немесе топтың IP адресін білгіңіз келеді, ол үшін сіз сілтеме жібересіз. Егер ол адам сол сілтемені ашса, біздің жүйеде оның IP адресі көрініп қалады. Адам ол сілтемеге өткен сосын, сіздің қолыңызда арнайы трек коды болады. Сол трек кодын арнайы сервисте теріп, көп мағлұматтарды ала аламыз. Сонымен, оны практикада іс-тәжірибеде істеп көрейік. Grabify IP Logger сайтына кіреміз. Enter valid URL or tracking code деген полеға кез келген сілтемені қоямыз. Ол сіздің Instagram парақшаңыз болсын, YouTube'тағы канал болсын, сайт болсын, айырмашылығы жоқ. Мысалы, мен өз каналымның адресін енгізейін. Create URL деген батырманы басамыз. Келісім шартпен келісеміз. Барлығы ағылшынша, бірақ еш қиындығы жоқ. Original URL түсінікті, біздің негізгі сілтемеміз. New URL бұл өзге адам жіберетін сілтемеміз, бірақ қазір бұл сілтеме әдейі көрініп тұрған жоқ. Кіргім келмейді, түсініксіз. Басқа біреулерге күдік тудыруы мүмкін. Сондықтан Change Domain'ді басамын. Төмендегі көрсетілген сілтемелерден біреуін таңдаймын. Join my site дегенді алайық. Құр сілтеме жіберсең, ашу ықтималдығы төменірек болуы мүмкін. Сондықтан сілтемеде видео немесе сурет бар секілді маскировка жасаймыз. Мен сілтемеде MP4 кеңейтілімдегі видео бар секілді көрсетемін. Paths дегенде фильм таңдаймын. Сіз оны жаңалық тәріздес ретінде немесе профильге ұқсатып жіберуіңізге болады. Бұл өзіңіздің ұшқыр фантазияңызға байланысты. Мынау енді менің сілтемем. Алдыңға қарағанда сәл де болса сенімділік бар. Бірден көшіріп, біреулерге жібере беруге болады. Осы жерден бірден Smart Logger функциясын қосуға кеңес беремін. Тек IP адресті ғана емес, қандай браузерден, қай жерден көрсететін қаласаңыз, осы функцияны басасыз. Мынау сіздің жеке трек кодыңыз, осы арқылы басты бетте IP адрес жайлы анықтама ала аласыз. Сілтемені жіберейік. Менің сайтым ашылды, ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ секілді. Енді мен трек кодын алып, нәтижені көрсем болады. Қолданушының кірген уақыты, IP адресі, қай қала, қай ел, қандай құрылғы, қандай провайдер екен білгіміз келсе, More Info дегенді басайық. Мұнда экранның размері, тілі, браузері инкогнито режимде ашылды ма, AdBlocker, яғни жарнаманы бұғаттайтын программа орнатқан ба, операциялық жүйесі қандай, тачскрин қосылған ба, тағы басқа сол секілді ақпаратты ала аламыз. Егер адам өзінің IP адресін жасыратын программа мен VPN-дерді қосып кірсе, онда бұл бағдарлама пайдасыз деген сөз. Бірақ ондай қолданушылар сирек. Сондықтан бағдарламаны тексеріп көріңіз, сынаңыз. Тесттен өткен сосын комментке өз пікіріңізді, тәжірибеңізді бөлісіңіз. Осымен видео нұсқаулық аяқталды. Сіздермен бірге болған IT әлем каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.